Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пайдалы және өте дәмді шайдың рецептімен бөлісемін. Бұл Ташкент шайы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл шайдың пайдалы жағын айта берсеңіз өте көп. Бізге ең басты қажетті заттар бұл қара шай мен жасыл шай, бірақ ол міндетті түрде листовой болуы қажет. Яғни түйіршіктелген болмау керек. Және де пакетиктен де жасағанда ыңғайсыз болады. Қара шай және жасыл шай. Листовой міндетті түрде. Одан кейін мята, қателеспесем жалбыз деп айтылу керек қазақша, лимон, апельсин. Мен бал қолданам, бірақ негізгі оригинал рецептте нават қолданылады. Ыдысымызға апельсинді саламыз. Жалпы барлық заттарды ішіне құя берсек, сала берсек болады. Оған дейін ыстық суды қайнатып жатырмын. Жасыл шайымыз және қара шай. Қайнаған суды құйып, 5-10 минутқа қойып қоямын. Жалпы 5 минутта жеткілікті болады. Өте керемет шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және комментарийға пікірлеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.